Қазақтың ұлттық қолөнері халықтың жанымен өрілген шежіре. Әр бұйымда ата-бабадан қалған сыр, әр өрнекте ұлттың терең рухы, әр туындыда шексіз мағына жатыр. Уақыт өзгергенмен қолөнердің қадірі жоғалмайды. Керісінше бүгінгі күні туризмнің өзегі мен тартымдылығына айналып отыр. Бүгінде Шымкентке келген турист тек қаланы аралап қана қоймай, қазақтың жанымен өрілген қолөнерін көзбен көріп, қолмен ұстап, жүрегімен сезініп қайтады. Ұлт руханиятының тірі тынысы саналатын шеберлер өнері бүгінде туризмнің маңызды бөлігі. Солардың бірі зергер, ұлттың жанын қолымен сөйлететін өнер иесі. Сырлы сызық, нәзік елім, күмістің салқын бетінде жанған жылулық, оның қолынан туған әрбір әшекей тек сәндік бұйым емес, ұрпақтан ұрпаққа жалғасқан рухани мұра. Осы киелі өнерге жанын арнаған Әшірбек Желдібаев әр жасаған бұйымын баға жетпес қазынаға балайды. Оның қолынан шыққан әр әшекей қазақтың жүрегінен түлеген өнердің мәңгілік үні. Бұл жерде өзімнің алып келген шығармашылық бұйымдарым да бар. Олардың ішінде асатаяқ, қыз белдік, жан су құятын ыдыстар, жиынтығы, бесік сияқты, білезік, жүзік, сырға деген сияқты сондай күміс заттарымды алып келіп отырмын осы көрмеге. Енді біздің бір жағынан осындай жұмыстарды істеп жатқан уақытым 50 жылдай болды. Қазір зейнеткермін, бірақ әлі жұмысымды өзім тоқтатқан жоқпын. Осы өзімнің үйімде, өзімнің шеберханам бар, сонда жұмыс істеп жатырмын. Енді өзім кішкентай кезімнен сурет сала бастадым, одан бастап қолөнер шебермен айналысатын. Кейін оқуға түстім осы Шымкенттегі Қастеев атындағы. Одан Алматыны бітірдім, Алматыда художественный академияны. 87 жылдан бері осы өзіміздің Қастеев атындағы өнер және дизайн колледжінде мұғалім болып істеп, қазір зейнетке шықтым. Содан әлі тоқтатқан емеспін жұмысымды. Осылай әрі жалғастыра берем деген шабыттамын. Әрі сурет сала бастадым, әрі қолөнерден ағаштан, сосын мельхиор дейді, мыс дейді, сондайдан жасадым. Кейін енді күміске көштім. Енді қазір основном жұмысым күмістен әртүрлі бірегей жұмыстарды істеп жатырмын. Алланың берген несібесі деп айтам. Екіншіден еңбектің арқасында Құдай қаласа осындай дәрежеге жетем, ары қарай жұмыс істеймін деп өзім ойлаймын. Негізі әр шығармашылық жасаудағы қолөнершілер болсын, өнер адамдары болсын, барлығы осындай өнерді адамның өзінің жүрегіне Құдайдың берген сыйы деп есептеуге болады. Сол арқылы осындай өзімнің жұмыстарымна беріледі. Сол арқылы өзінің ойы, жүректегі ойды шығару. Сосын бір затты мысалға пәленше зат қылып қазірде шығарып жатыр ғой, заводтарда нешелерде миллиондап шығарады бір заттың өзі мысалы. Мендігі бір жұмысым сол бір жұмыс болып қалады. Сондықтан бірегей жұмыс деп айтатын сол. Бірегей жұмыстардың барлығы сұранысқа ие деп есептеймін. Өйткені қызығушылық танытып жатқан халықтың өздері біледі. Өзім әр көрмеге барғанда жинаған өзім коллекциям бұл. Екіншіден, сосын көне жүзіктер, көне 13 ғасырдан бастап 21 жылға дейінгі заттардың коллекциясы. Сол коллекция ретінде мен алып келем, өзім тазалаймын, оны өңдейтіндерін, сынғандары болады, басқасы болады, тазаламағандар болады. Мысалы, мыналар тазаланбағандар. Мыналар тазаланған мыс жүзіктер. Мынау қыз белдік өзі негізі мен жұмыс жасағанда синтетический дейді ғой, табиғи емес тастардан жасалмаймын, тек қана табиғи тастардан осындай табиғи былғары күмістен жасалған мынау қыз белдігі. Сосын мынандай алқалар. Отдельно осы алқалар
өз қолымдан шыққан. Мынандай әр тастардың өзінің магиялық қасиеттері болады. Сондықтан әртүрлі тастармен өзің сол тастың формасына байланысты, сол тастың түсіне байланысты өзіммен шығатын шығармашылық туындылар солай шығара бастаймын. Жұмыстарымды көбісі бағасы қандай, осындай дейтін, бағасын айтпаймын, олардың бағасы жоқ негізі. Бесценный деп айта алынады. Өйткені бұлардың бұл затты зәм-зәм су құятын ыдыстар жиынтығы дейді. Болмаса шарап жиынтығы деп айтса да болады. Енді әркім өзі біледі, ішіне не құятын, тек қана ыстық емес. Өйткені күміс деген материал ол жылуды тез өзіне қабылдайтын сөйтін ыстық болады. Сондықтан бұл заттарды мұздай су құятын, зәм-зәм су құятын ыдыс жиынтығы деп қойғам. Сондықтан бұл жерге 1 литр су кетеді. Мына жерде 7 рюмкасы бар, мынау 8-ші рюмка болады, өз қақпағы. Мынау өзінің өлшемін білдіретін тығындығы. Кәдімгі қарапайым халыққа енді қолы жетімді нәрсе емес, бұл бірегей зат, дүние жүзінде бір-ақ штук деп айтса да болады. Сондай мына күмістен істелген. Сосын құйылған қандай ішінде су болсын, басқа болсын, бұл таза күйінде болады. Өйткені мына бәрі полностью күмістен істелген. Өйткені мына жерде тастар, сосын мына 18-ші ғасырдың монетасы, сосын өзіміздің символ ретінде барыстың қанатты барыс болып есептелінген. Мына жақта сол барыстар мына тәжіні көтеріп тұрған бейнесі істелінген. Сосын мына жылан. Жыланды істеген себебім бұл анау біздің бұрынғы сақ дәуірінен бастап түркі әлемінде жыланды ақылдылықтың белгісі, негізі деп есептеген. Сондықтан жыланның үш жағында, үш ұстайтын жеріне сондай бейнеленген. Мына жерде асатаяқ, бұл екіге бөлінген, қазір ыңғайлы болсын деп, оның үстіне бұның асатаяқ 5 өзінің құпиясы бар бұның ішінде. Ол құпияны қазір ашып көрсете алмаймын. Бұл патшаның қолына ұстайтын асатаяғы. Бұл биліктің белгісі, ақылдықтың белгісі, сол патшалардың ұстайтын асатаяғы болып өткен. Бұрында да бізде болған ондай асатаяқтар, бірақ ол кезде басқаша. Мұның қазіргі дүние жүзінде, мысалы, осында асатаяқ, осы бірақ штук. Бұл да 1,5 жылға жуық жасалған нәрсе, бағасыз дүние деп айтсам да болады. Бірақ әр нәрсенің өзінің бағасы болады. Алатын адамдарға, мысалы, сатып алатын адамдарға, мысалы, патшаларға сыйлық беретіндей жағдай болатын болса, сол кезде келісім шарт түрінде берілетін нәрсе. Негізі біздің қазақ халқында түркілерден келе жатқан, түркі заманынан келе жатқан, осыдан 3.000 жыл, 3,5 жыл, 5.000 жылға дейінгі деп айтсам да қателеспеймін. Өйткені біздің осы ата-бабамызда бесік деген нәрсені балаға арналған, біздің қасиетті есептеген, бесікті еш жерде тастамаған. Қай жерге көшкенділері болған ғой біздің ата-бабамыз. Сондықтан қай жерге көшсе де осы бесікті өзімен бірге ала жүрген. Енді әркім әртүрлі жасайды бесіктерді. Менің өзімнің шығармашылық ретінде істеген бесігім бұл күмістен жасалған, әрі бесіктің ағашы қайыңнан, ақ қайыңнан жасалған. Негізі бесікті жасағанда негізі ләзім болса тәтті ағаштан жасаған дұрыс. Қазақ қолөнері ұлт болмысын көзбен көріп, қолмен ұстайтындай деңгейге жеткізетін киелі өнер. Оның бірі ғасырлардан бері үзілмей келе жатқан құрақ құрау дәстүрі. Құрақ қазақ әйелінің ақылы мен шеберлігінің, сабыры мен талғамының өлшемі. Құрақшы қолында әр түс тілге, әр өрнек тарихқа, әр тігіс тағдырға айналады. Туристер бұл өнерді көргенде қарапайым мата бөліктерінен
тұтас бірліктің, үйлесімнің үлкен философиясы жасалатынына тәнті болады. Бүгінде осы өнерді жалғастырып, заманға сай жаңғыртып жүрген Гүлжахан Сейтбекова құрақ көрпешелер, сәндік және этно сөмкелер, түрлі әшекейлер мен қолөнер ойыншықтарын жасаумен айналысады. Оның әр бұйымы ұлттық нақышты жаңа қырынан танытып, қазақ қолөнерінің қазіргі заманмен үндесе алатынын дәлелдейтін ерекше туынды. Қолөнер деген бұл қазақтың ұлттық құндылығы. Біздер кезінде аналарымыз бізге үйреткен. Менің өзімнің анам 93-ке келіп дүниеден өтті. О кісі тон тігетін әкеме кәдімгі қойдың терісін бояп, сүріп, тазалап, қынаман бояп, қызыл тондар тігіп беретін. Кесте тігу, тор тоқу деген бәрін аналарымыз үйреткен бізге. Біздің кезіміздегі әйелдердің, қыздардың көпшілігі тоқымаман осындай құрақпанан өнерменен айналысқанбыз. Енді соны өзімізден кейінгі жастарымызға үлгі етіп ары қарай беріп жатырмыз. Біз енді құрақпанан айналысамын. Мен жас кезде де тіктім, одан кейін 40 жыл бухгалтер болып істедім, одан кейін пенсияға зейнеткерлікке шыққаннан кейін де айналысып келе жатырмын. Қазір 17 жыл болды зейнеткерлікке шыққаныма. Биыл осы шілде айында Аламан құрақ деген қазақтың құрағы 660 17 өңірден, бүкіл осы Қазақстан 17 өңірінен қатысқанбыз. Мінекей мынау Аламан құрағымыз, мынау көрпеше, мынау жастығымнан соған жобаға қатысып, Гиннес кітабіне еніп, 5 мемлекеттен келіп, оның барлығын бізді мойындап, қазақтың құрағын мойындады, бізге сертификат берді, 5 мемлекеттің қолтаңбасы бар алғыс хаттарын берді. Енді тек қана құрақтың түрлері өте көп, енді оның ішінде атаулары өте көп, оны айтуға қазір уақыт көп емес. Одан басқа мына қолөнер, қуыршақпана, мынау дельфин, мынандай сумочкалар тігу, осының бәрімен айналысып, мастер-классқа барып, үйреніп, барлығын айналысып келе жатырмыз. Енді мен өзімнен кейін қызым тігінші, ол да мына киімді, үстіміздегі киімді сатып алмаймыз, бәрін сол тігеді. Одан кейін немерем қазір Қастеевті бітірді, ол да осы тігіммен айналысып жатыр. Тағы бір немере қызым магистратурасында оқып жатыр Алматыда. Ол да осы дизайнерді бітірді. Өнер деген енді ұрпақтан ұрпаққа жалғаса беру керек. Қазақтың өнері еш уақытта өлмеу керек. Оны біздер енді аналар бір-бірімізге жеткізе береміз. Мінекей біз мына қасымызда қанша топпанан жүреміз. Осы шеберлер өте көппіз. Бір-бірлерімізбен ай сайын жолығып, бір-бірімізбен пікір алмасып, білмегенімізді бір-бірімізге үйретіп отырамыз әр уақытта. Құрақ өнері бар, мына тоқыма өнері бар, мынау балаларға ойыншықтар бар, барлығын бірге алып келе жатырмыз. Осында өте көп бізде шеберлеріміз. Осы Түркістан облысынан 100 адам қатыстық біз Алматыға. Шымкенттің өзінде 33 болдық. Солардың барлығы бір-бірімізбен пікір алмасып отырамыз. Өнер еш уақытта өлмейді. Біздің әсіресе қазақтың өнері бұл құрақ деген өзгеше өнер бұның бәрін. Оны білген адам түсінеді, ары қарап жалғастырады. Ол деген құрақ деген құралсын, малы құралсын, басы құралсын, жаны құралсын деп қызылды, жасылды етіп, өсіп, өнсін деген ниетпенен осы ұзатылатын қыздарға да осылай етеді. Біздің қазақтың көп ниеті, ұғымы, соның бәрі кәдімгі өмірден алынған, оның барлығы дәлелденген нәрсе. Сол үшін біз құрақты еш уақытта тастамаймыз. Аман болайық, бүкіл қазақ елі аман болсын. Бұл көрпеше 2,5 сантиметрден әрқайсысы мынандай жеке-жеке, оның ішінде мынау сары деген байлық дейді бізге, қызыл деген қызыл өсіп өнсін, ақ деген ақ ниетіменен соның бәрін қамтып келіп отырады да бір-біріне жабысқанда бізде бір жағы ол ағайындылық, бір-бірімен туысқандық деген сол мағынаны да білдіреді. Бір-бірлеріне өте неғып, сосын кілем сияқты бұл өте мықты болады. Қанша жыл төсесе де ол ешқандай жері сөгілмейді, кетпейді, бояуы оңбайды. Қазіргі шыққан әдемі маталардан таңдап соны тексеріп алып тігеміз оны. Ол енді ой өрнекті кейбір адамдардың өздерінің қалауына қарай болады. Негізі құрақтың түрлері мынау жан-жаққа қарай, мына 4 құбыласы сай болсын деп 4 жаққа қарай жібереміз жұлдызша. Кейде дөңгеленіп келіп отырады. Сосын амандасу деген құрағы бар. Қазір бұл жерде жоқ. Бізде ол бір-бірімен амандасып тұрған бейнені білдіреді. Барлық құрақтардың өзінің мағынасы бар. Осындай кереметтей дүниелерді
тоқып шығарамыз. Бұл өзіміздің қазіргі заманауи жастардың қалауымен тоқылатын дүние. Яғни бұны әртүрлі интернеттен, әртүрлі парақшалардан алып, өзіміздің жеке фантазиямызды қосып, осындай әртүрлі үлгіде көбінесе алдына қазақи оюлар салатын кездер болады. Жастардың сұранысына байланысты тоқып шығара береміз. Міне мынау жастықтар аламан құрақта инсталляция болды. 660 құрақшы, 660 осындай үлкен жастықтар апардық. Мына Алматының апорты деген. Сол алманың нелерін, осындай көріністерін шығарып, таудай үйіп төгіп, медеу алаңында рекордтар несін орнаттық. Бұл жерде бір нәрсені құрап отыратын болсақ, мысалы біз өте жақсы ниет айтып отырамыз. Осыны алған адам бақытты болса екен, осыны алған адам құралса екен отанында, біздің немерелеріміз құралса екен, осы мынау отанымыз құралса екен деп жақсы ниетпен тігіп отырамыз. Бұны қолөнерді тіккен адам еш уақытта шаршамайды, еш уақытта жаман ой ойламайды. Он саусағымызбенен бүйтіп отырып, жаңағы жұмыс істейміз. Қазақ қолөнерінің тағы бір бағалы саласы ағаштан жасалған бұйымдар. Ағаш шеберлері әр кескінмен әр ойып жасаған сыздық арқылы тарихты, мәдениетті және ұлттық ерекшелікті сақтап қана қоймай, болашақ ұлттық дәстүрді жеткізетін бірегей өнер туындыларын жасайды. Ағаш ұстазы Қожабек Әбсадықұлының айтуынша, әрбір туынды қолдан туған өрнек, жүректен тамған өнер. Ол әр бұйымда ұлттық нақыш, дәстүр мен шеберліктің ізі көрініс табатынын жеткізді. Халық мұрасы қазынасы деп жатқанымыз, қолөнерді қазір көп адам жасамайды, бірен саран ғана адам жасайды. Аттың ер тұрманынан бастадым, содан домбыра жасадым, қобыз, қылқобыз, ұлттық аспаптар. Одан жаңа ағаштан енді көргесін әрете жасағым келеді. Мына тұрған неше түрлі бұйымдар, құстар жаңа. Сол енді бұл енді қолөнер деген ата-бабадан келатқан, қаннан келатқан деп ойлаймын. Сондай өнер, сол өнерді кейінгі ұрпаққа жеткізу біздің парызымыз. Бұл енді шикізат, Алла тағаланың берген шикізаты, ағашты ары қарап не істеу керек екенін ұғыну керек, түсіну керек. Ағаш талшыбық болып, көшет болып басталғаннан үлкен тал болып, ол да адам сияқты қартайып, қуарып, сөйтіп соған дейін оны технологиясы бар, жаңағыдай өңдеу керек. Ағашты пайдалану үшін бірінші өңдеу керек. Өңдеу деген суға салу, одан кейін оны жылдам апару үшін қайнату, одан кейін кептіру, сөйтіп барып, бұл енді халқымыздың үлкен мұрасы. Ағаш түрі болса өзіміздің Шымкентте өсетін жаңға ағашы бар, ясин ағашы бар, сосын беті қарағай ағаштан, жұмсақ ағаштан болады, домбыраның бет ағашы. Ол енді әр жақтан келеді ғой, сосын мынау шетелдік ағаштар бар, Индонезия, Канададан, черная дерево, венге, красный дерево, сондай ағаштар келеді, түр-түрі сол, өте қатты ағаштар. Сол мынау венге ағашы қоңыры, мынау ясин, сондай жалпы енді ағаштың түр-түрі көп қой. Жеміс ағаштары қатты ағашқа жатады, жеміс ағаштары. Осы домбыра жасаймыз, қобыз жасаймыз, қылқобыз. Көргеннен кейін қолдан жасауды енді әркімнен көреміз, одан жаңағы ер тұрманды көреміз, оны қалай жасау керек екенін, біреуін жасайтын дұрыс болса, екіншісін халық айтады, халық үйретеді оны. Сөйтіп екіншісін алып, оны үйреніп, одан әдемі қылып жасауды үйренесің, жайлап, біртіндеп дамиды ғой бұл. Үйреніп, кәсіп қылып, ары қарап елдің көңілінен шығатын бұйымдар шығады. Ата-бабамыздың 7 қаруы, 7 қазынасы болады. Соның бір іспеті ретінде мына қыран бүркіт, құмай тазы, жүйрік ат, осы үшеуі енді қазынаның бір бөлігі деп айта аламын. Соның мына қыран бүркітті жасадым ағаштан, жаңға ағашынан. Одан кейін жаңағы бүркіт болғасын жүйрік ат керек деп жылқыны айғыратты жасадым жаңға ағашынан. Аққужа махаббаттың символы деп атым, оны енді екі қанат қылып жасағаным. Енді көзге әдемі көрінеді ағаштан. Ол ағашы ясин ағашы. Мынау домбырамыз тұр, домбырамыз мынау домбыраның тұғыры. Мына тұғыр қызғалдақ қып Шымкент қаласының логотипі. Одан астында ою тұр ғой, өнер. Осы енді қызғалдақ пен өнерді ұштастырып, бүкіл дүние жер шары
осы өнерге көңіл бөледі деп мына күміс домбыра ақындар айтысы бар. Біздің мынау Қаратау дәстүр өнер мектебінің директоры Біржан Байтуов ақын ініміз соны ұйымдастырып жылмаңыз өткізеді. Жылда 18 облыстан келіп, әркім өнерін ортаға салып, күміс домбыра ақындар айтысында күміс қалам, күміс көмей, күміс домбыра, оның күміс домбырасын мен жасаймын. Мен домбыра жасаймын, күмісін бағлан деген бауырым бар, күміс дейді. Сонымен керемет күміс домбыраны жасап, осы жерге қоямыз нараға бейдеп. Шымкенттің қолөнер шеберлері ұлт руханиятының аманатын арқалаған жандар. Бүгінде бұл қолөнер түрлері туризммен ұштасып, қазақстандық және шетелдік қонақтарға қазақ мәдениетін тереңінен танытатын үлкен мектепке айналды. Қолөнер жай кәсіп емес, ол ұлттың жүрегін сақтайтын жәдігер. Ал бұл өнерді тамашалауға келген әрбір турист қазақ руханиятының жаршысы.